аттың қатысуымен болатын комбинациялар. Бұндай комбинациялардың екі түрі болады. Біріншісі тығырықтағы мат, ал екіншісі қос соққы. Енді қос соққыны сіздер білесіздер, тығырықтағы матпен танысайық. Дәл қазір ақтар деген өзінің уәзірін А3-ке орналастырады. Бұл енді қызықтыру әдісі деп аталады. Сіздер деген мәжбүрлі түрде қарсыласты алуға міндеттейсіздер. Егер де ол алмайтын болса, онда өтпелі шабуыл деген амалды жүзеге асырасыздар. Және мына уәзір жек қоясыздар. Егер де былай баратын болса, әрине сіздер мынаны жек қоясыздар, ойын аяқталады. Бірақ қарсыластың мынандай амалы бар, мынаны алған кезде уәзірді сол кезде сіздерген ат С2. Тамаша, мына жерді және мына жерді бақылауда ұстайсыздар, және мына фигуралар өздері қара патшаға кедергі жасайды. Бұны тығырықтағы мат деп атайды. Уәзірді құрбан етесіздер, содан кейін атпен мат қоясыздар. Келесі енді атақты бір нұсқасы бар. Бұнымен де танысыңыздар. Ат F7 қомағайлар қатарына кіреміз. Шах. Егер де ол былай алатын болса, онда соңғы қатардың әлсіздігі білініп қалады. Былай және уәзір F8 мат болады. Осымен ойын аяқталады. Сол себепті оның амалы жоқ. Патша G8, енді ат H6. Қос шах. Біріншен патшаға атпен және уәзірмен. Қос шах деген не? Сіздер деген жабылуға мүмкіндік жоқ, алуға мүмкіндік жоқ, тек қана қашасыздар. Патша H8, уәзір G8 шах. Қайтадан қызықтыру әдісі. Сіздер деген қарсыласты сол жерге қызықтырасыздар. Амалсыз, әрине, қорғалған фигураларды патша жей алмайды, ала алмайды. Сол себепті тура G8 және ат F7 мат. Тағы да бір рет көрсетем. Асықпай, қомағайлар қатарына кіресіздер. Шах, алуға мүмкіндік жоқ, өйткені B8-дегі уәзірді ешкім қорғап тұрған жоқ, және соңғы қатардың әлсіздігі. Патша G8, қос шах, содан кейін қызықтыру әдісі қызықтырасыздар, және содан кейін ат F7 қомағайлар қатарына осылай әдемі мат қоясыздар. Сонымен, тағы да бір рет, аттың комбинациялары біріншісі ол деген әрине қос соққы, ал екіншісі тығырықтағы мат.